Ассалаумағалейкум. Мен Ақытжан Дос. Америка, Флорида штаты, Майами қаласынан. Сәлем. Сіз Америкаға келуге жоспарлап жүрген болсаңыз, қалай дайындалу керек жайында тоқталайық деп отырмыз. Ол негізгі әр адам өзінің арман мақсатын ұзақ уақыт бойы жоспарлайды. Ол қысқа уақытта шыға салатын шешім емес. Сол себепті әр қайсымыз қандай бір шешім шығарарда, қандай бір өзгерістер жасардың алдында өте ойланып, жоспарлап, әрекеттер жасайтынымыз анық. Және де сол жоспарларымыздың іске асуына қандай іс-әрекеттер жасасақ, не жасасақ, ол арман мақсаттарымыз орындалады дегенді ең бірінші анықтап, нақты біліп алу қажет. Сіз ол арманыңыздың іске асуына қаншалықты ерте дайындала бастайсыз, соншалықты сіздің ол арман мақсатыңыз орындалуына және қандай да бір өзгеріс істегенге ол жеңіл, нәтижелі болатыны белгілі. Сол себепті ерте дайындықты бастаған өте дұрыс. Қандай бір іс-әрекетті жасардың алдын ата-анамыздың, анашымыздың ақ батасын алмайынша ешқандай іс-әрекет жасамаймын, рұқсатын алмайынша. Егер біздің ата-анамыз бізге риза болмаса, олардың батасын алмасақ, яғни ол іс-әрекетімізге Алла да риза болмайды, сол себепті ешқандай берекетсіз болады. Сондықтан сіздерге, әсіресе жастарға айтарым, ең маңыздысы әрқашанда ата-анаңызбен ақылдасып, ата-ананың батасын, үлкендердің батасын алуға тырысыңыздар. Үлкендердің батасын алғаннан кейін барып іс-әрекет жасағандарыңыз әбден абзал. Сол келгендегі өзіміздің басымыздан өткен, өзімнің басымнан өткен жағдайды сіздерге айтып бөлісейін деп отырмын. Біріншіден, сіз шетелге, яғни Америкаға или басқа жаққа да келуге жоспарладыңыз. Ең маңыздысы бірден шетелге шығатын паспорт төлқұжатыңыз болу қажет. Төлқұжатыңызды алдыңыз, төлқұжат дайын. Екіншіден, сізге қандай жолмен Америкаға келетініңізді анықтап білу. Яғни туристік жолмен арқылы, немесе студенттік виза арқылы деген сияқты. Себебі оның барлығы адамның жеке жағдайына тікелей байланысты болады. Мысалы, сіз туристикалық визамен келетін болсаңыз, оның алдын сіз бірнеше жылдарға турист ретінде барғаныңыз болу керек. Және паспортыңызда бірнеше елдердің визасы болу керек деген сияқты. Ал егер сіз студенттік визаға тапсырғыңыз келетін болса, сіздің жасыңыз келетін адамдардан консультация алсаңыз болады. Кейін үшінші, ол тіл үйрену. Сіз мейлі қандай жолмен қалай келсеңіз де міндетті түрде тіл үйреніп әлден бастауыңыз керек. Яғни бүгіннен бастап сіз күніне кем дегенде 10 сөз жаттап, бір бет кітап оқып отыруыңыз керек ағылшынша. Сонда сіз қандай жолмен қалай болса да, қандай жолмен келсеңіз де тіліңіз бар болғандықтан сізге үйреніп, ары қарай жүруіңізге өте жеңіл болады. Одан кейін келердің алдын өзіңіздің денсаулығыңызды, бірге келетін адамдардың денсаулығын барлығын көрсетіп, тексеріліп, анализдеріңізді тапсырып, ауруларыңыз болса емдеп, созылмалы ауруға қандай бір дәрі қолданатын болсаңыз, ол дәрілерді артығымен алып, ең бастысы тістеріңізді емдетіп, жөндетіп келу керек. Себебі бұл Америкада медициналық көмектер өте қымбат. Сіз алғаш келгенде медициналық көмек алу сіздің қалтаңызға өте ауыр тиеді. Сол себепті оның бәрін алдын ала жоспарлап, алдын ала дайындықпен келуіңіз қажет. Келесі, келердің алдын сіздің документтеріңіз, құжаттарыңыз, маңызды құжаттарыңыз, диплом, аттестат, туу туралы куәлік, тағы басқасын маңызды құжаттарыңызды аудартасыз.
нотариусқа бекітесіз. Және де маңызды, мысалы сіздің жоғарғы оқу орнын бітірген бірнеше дипломыңыз, аттестат, сертификаттарды апостил жасатасыз. Яғни апостил дегеніміз ол білім министрлігінде, яғни бұл документ, бұл адам осы оқу орнын бітіргені рас деген сізге қағаз береді. Ол документ дайындалуы жұмыстың 15 күнге созылады, яғни 1 айға созылады. Сол себепті соның барлығын алдын ала жоспарлап, алдын ала дайындап істеуіңіз тиімді болады. Қайсы ай мезгілінде, қайсы уақытта келетініңізді жоспарлау. Яғни сіз қыста келетін болсаңыз, қыстың киімі, қысқа өте жақсы дайындықтар қажет. Ал жазда келсеңіз, сәл жеңілдеу болады деген сияқты, соның барлығын ойластырыңыз. Бірақ та сіз қай мезгілде келсеңіз де заттар алудың қажеті емес. Алғаш келгенде сіздің телефоныңызды қуаттандыру үшін міндетті түрде вилка керек болады, яғни переходник телефоныңызды қуаттандыратын. Сіз AliExpress'тен заказ беріп алсаңыз болады, немесе Қазақстаннан келсеңіз, Астанада, басқа қалаларында 1000 мелочи деп айтылады ғой, 1000 ұсақ заттар. Сол 1000 ұсақ заттардыңға барып вилка деп айтсаңыз түсінеді, соны алып келсеңіз өте тиімді. Қайсы штатқа, қандай қалаға келетініңізді жақсылап анықтап білу. Себебі бұл Америка өте үлкен. Әр штатта әр түрлі өздерінің заңдары бар. Жеке-жеке мемлекет деп айтуға да болады да, тіптен айтқанда. Себебі, мысалы, Майами мен Нью-Йоркті салғастыратын болсақ, Майамида шығын сәл аздау болады, соған байланысты сіздің табысыңызда да аздау болады. Ал Нью-Йоркта сіздің шығындарыңыз көп, соған байланысты табысыңыз да сәл жоғары болады. Мысалы, Нью-Йоркта сіз бір бөлмелі үйді жақсы районынан, жақсы жерінен $2500-3000 ең аз дегенде табасыз. Ал Майамидан сіз бір бөлмелі үйді $1500-ден $2000 аралығында тауып алуға болады. Келетін штат қалаңызды білгеннен кейін Фейсбукта, Телеграмда сол штаттың группаларына қосылу, жазылу, соған қажетті сұрақтарыңызды жазсаңыз, барлық адам, білетін адамдар сізге комментарий жазады, хабарласады, білетіндерін айтып береді. Өз еліңізден шықпай тұрып, міндетті түрде долларовый шот ашып, қандай бір карточкаға кем дегенде бір өзіңіздің жағдайыңызға байланысты $3000 ең аз дегенде салып келгеніңіз өте тиімді. Себебі біріншіден сіз аэропортқа келдіңіз, такси алу үшін сізге карточка керек, таксиге төлеу үшін. Карточкаңыз жоқ жағдайларда сіз қиналып қаласыз. Сол себепті сізде карточкаңыз болса өте тиімді алғашқы мерзімінде. Мысал айтатын болсақ, Қазақстанда, Россияда, СНГ-де Сбербанктың долларовый шотын ашып, жағдайыңызға байланысты қажетті мөлшердегі сумманы саласыз. Келгенде осы жақта емін-еркін қолдана беруге болады. Қандай да бір сатып алып, қандай да бір төлем жасағанда оның ешқандай қиыншылығы болмайды. Себебі Америкада көбі карточкамен төлем жасалынады. Және елден шықпай тұрып, сіз мысалы такси, лифт приложениесіне, қонақ үйді жалдап алатын Airbnb, Booking приложениесіне міндетті түрде тіркеліп алуыңыз қажет. Яғни енді заттарыңыздың барлығын дайындап болғаннан кейін билет алу. Билетті сәл ертерек алсаңыз, бағасы да арзандау, және өзіңізге уже билет алғаннан кейін нақты, интенсивті дайындығыңызға кірісе бастайсыз. Билет алғаннан кейін бірден сол билеттің уақытына байланысты алғашқы мерзімде тұратын 1-2 аптаға қонақ үйді брондап алып қоюыңыз қажет. Егер сізде Америкада жақын туысыңыз немесе досыңыз болмаса,
сіз қонақ үйді алып қойғаныңыз өте дұрыс болады. Егер сіз қонақ үйге тұруға шешім қабылдасаңыз, онда кем дегенде 2 аптаға қонақ үй алғаныңыз өте дұрыс болады. Себебі бірінші апта сіздің уақыт өзгергеніне байланысты адаптация, үйренуіңізбен өтеді, ал бірінші аптасының соңына, екінші аптадан бастап сіз тұрғылықты тұратын жеріңізді, үйіңізді қарап орналасуға мүмкіндік болады. Қайсы районға тұратыныңыз. Райондар әртүрлі болады, ол мектептің рейтингіне тікелей байланысты. Егер сіздің балаларыңыз мектеп жасында болса, мектепке баратын болса, мектептің рейтингісін қарап, соған жақсы рейтингтегі районға барғаныңыз өте дұрыс. Себебі рейтингі жоғарғы мектептерде балалар оқу сапасы да жақсы, ол район қауіпсіз болып саналып келеді. Келіп орналасып болғаннан кейін не істейтініңізді тағы да жоспарлап бөліп, алға қарай ұмтыла берсеңіз, барлығы жақсы болады. Ең бастысы, алға қойған мақсатыңызға жету үшін қанатымыз талмасын, әрқашанда көкке самғап ұша берейік. Армандар орындалады, сол арман орындалу үшін алға ұмтыла берейік.